тамақтың әдебін жасады ғой, болды пайғамбар салсам. Тамақтың әдебі не өзі? Бисмилля деп айту, сосын оң қолмен жеу, сосын алдыңдағы тамақты жеу. Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады ғой, мен кішкентай жігіт едім. Айтпақшы, Абдулла ибн Аббас сол жерде қайтыс болған, Таиф қаласында. Ең ұлы сахаба. Сол Абдулла ибн Аббас айтады, жүгіріп келдім де тамаққа қолды тығып жібердім дейді олайына. Сонда пайғамбар тарт қолыңды деп айтпаған екен біз сияқты. Жумайсың ба қолыңды? Не пәле мынау? Қандай мықты тәрбиеші пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Я ғулам деп айтты. Ей балақай, тоқтай тұр, балақай деп айтады дейді. Сәммилла, бірінші бисмилля деп айтсай. Ва күл бияминик, оң қолмен жесей деп айтады дейді. Ва күл мимма ялик, өзіңе жақын тараптан жесей, алдыңнан жесей деп айтады екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анадан кейін ұялып кеттім, кішкентай бала ғой, ұялып кеттім дейді. Оң қолмен же, бисмилля деп, жемеймін ал деп қырылып кетуі мүмкін ғой. Қандай жақсы тәрбиеші пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оң қолыңмен бисмилля деп айт, оң қолыңмен же және алдыңдағы тамақты же дейді. Тамақтың ең үлкен әдебі осы. Және сонымен қоса, содан 10% төмен тұратын әдебі бар. Ол қандай әдебі? Ең үлкен сүннеттерінің біреуі тамақты. Бұл тамағыңның тұзы көп екен деп айту. Не болды? Түсінбей қалдық па не? Ең біздің жіберетін қатеміз жаңағын бәрін істеп жатсыздар, білем. Кәдімгідей соңына дейін асап, саусақ жалап не қылып жатсыздар. Ең басты нәрсе кетіп жатыр бізде қазір. Қандай нәрсе? Тамаққа мін тағамыз ғой біз, көрдіңіз ба? Қандай үлкен қате бұл? Ана істеушіге обал бұл, көрдіңіз ба? Қандай обал? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Иништахаху акалаху дейді. Алдына тамақ алып келген кезде көңілі тартып тұрса жейтін еді дейді. Ва ин карихаху таракаху дейді. Егер де ұнамаса, жай бүйтіп ысырып қояды да келесі ұнайтын нәрсесін жеп шұқылап отырады екен. Немене сылдыр су қылғансыңдар ма? Ішінде деген май деген толып тұр ғой, жүрегімізді алып өлетін болдық қой мына. Етті тұздап не қылыңдаршы? Деген сияқты тамаққа ешқашан не істемейтін болған, мін тақпайтын болған. Міне ең біздің қате жіберетін сүннет осы. Жеңшелердің ренжитін содан басталады.